Өткен жылы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Металлургтер қаласының билік өкілдері Теміртау кәсіпкерлерімен бірге ескі қалалық саябақты қалпына келтіру жұмыстарын бастады. Құрылыс жұмыстарына бюджеттен қомақты қаржы бөлінген. Естеріңізде болса, жөндеу жұмыстары аяқталмай жатып, саябаққа келушілер саны артып, жұмысшыларға кедергі келтірген соң, қалалық билік өкілдерінің шешімімен демалыс орны шаһар тұрғындары мен қонақтары үшін уақытша жабылған болатын. Бүгінде саябақтың су жүйелері, саябақ ішіндегі жолдар, велосипедпен серуендеу жолдары, жаңа балалар алаңы қалпына келтірілген. Кіреберіс қақпасы қайта жөндеуден өтті. Осылайша саябақ тынығушылардың көрікті демалыс орнына қайта айналды. Конечно, народ будет все посещать. Бұл демалыс орнына халық әрине үнемі келіп тұратын болады. Жаттығу жұмыстарын жасауға болатын спорт алаңын салып, құралдар қойғаны біз үшін де, жастар үшін де өте пайдалы. Қаламыздың билік өкілдеріне және қосымша қаржы құйған кәсіпкерлерге айтар алғысымыз шексіз. Мен бұл қалада 1958 жылдан бері тұрып келемін. Қалпына келтіру жұмыстарына қарап, өзімнің жастық шағымды еске алып отырмын. Бұл саябақ бірнеше жылдан бері қараусыз қалған еді. Қазір қайта тірілгендей. Естеріңізде болса, өткен жұма мемлекет басшысы кезекті жұмыс сапарымен Теміртау қаласына келген болатын. Елбасы шаһарымыздың ескі бөлігінде орналасқан мәдениет және демалыс саябағының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізілген жөндеу жұмыстарының нәтижесімен танысып, демалыс орнының салтанатты ашылу рәсіміне қатысқан. Айта кету керек, әр жерлеріне ерекше әдемі гүлдер орнатылған. Саябақ таңсамнарлық көрікке енген. Мы хотим благодарственное письмо написать в адрес президента, чтобы он почаще приезжал, чтобы сохранить вот эту всю красоту парка. Біз елбасымыздың атына алғыс хат жазуды ойлап отырмыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қаламызға келіп кеткелі шаһарымыз гүлденіп, басқаша бір реңкке бөленген сынды. Осы саябаққа жақын жерде тұрамын. Жөндеу жұмыстары көңілімізден шықты. Өте әдемі әрі ыңғайлы. Билік өкілдеріне айтар алғысымыз шексіз. Бүгінде саябақты абаттандыру жұмысы толығымен қолға алынды. Қаланың билік өкілдері мен кәсіпкерлері бірлесе отырып, 300-ге жуық көшеттер отырғызды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ретро стилдегі саябақты толығымен жасыл желекке айналдыруда жоспарда бар. В восторге все, правда. Саябақтың жаңа кейпін көріп, бәріміз таңғалудамыз. Балалармен серуендеуге таптырмайтын жер. Қатты риза болып жүрмін. Жұмыстан келе сала балаларымызды қыдыртып бірге демалып жүрміз. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде елбасымыздың кезекті іс-сапарынан кейін саябақта қыруар қаржыға жасалынған дүниелер алынып тасталды, немесе қиратылды деген сөзге саятын видеороликтер таратылуда. Естеріңізде болса, қала билігі бұл саябақты уақытша жапқан уақытта қала күніне орай қолданысқа береміз деп ескерткен болатын. Мемлекет басшысының шаһарымызға ат басын тірейтінін естіген билік өкілдері еңбек жолын осы қалада бастап, бүгінде бір елдің гүлденуіне тікелей үлес қосып отырған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жастық шағына тағы бір саяхаттауына мүмкіндік беру үшін асығыс сахна құрған болатын. Бүгінде ол сахна алынып тасталды. Қаланың атқа мінерлері орнына жаңа қауіпсіз мерекелік шара өтетін орын қойылатынын жеткізді.